Ассалаумағалейкум достар, баршаңызға жақсы көрілім тілейміз. Достар, біз бүгінгі шығарылымды бастамас бұрын сіздерден тек қана өтініп сұрайтынымыз бір ғана қоңырау түймешесін басып, және өздеріңізге тегін болған бір ғана лайктеріңізді басып қойсаңыздар, біз үшін үлкен қолдау болатын еді достар. Сол үшін қоңырау түймешесін басып, бір ғана лайктеріңізді басуды ұмытпаңыздар. Ендеше экранға жайғасып болсаңыздар, біз бүгінгі шығарылымды бастайық достар. Ал достар, кешегі жаңалықтардан кейін Манчестер Ситиді бүткіл еуропалық клубтар тонауды бастап кеткен тәрізді достар. Естеріңізде болса достар, алдыңғы шығарылымда Манчестер Ситидің жағдайының қиын екендігін жеткізген болатынбыз, және достар, Еуропаның топ клубтары Манчестер Ситидің ойыншыларына ауыз салуды бастап кеткен тәрізді достар. Барса өздерінің қатарына Бускестің орынбасары ретінде Родриді алып келмекші жазғы трансферлік терезе кезінде деп хабарлайды испан басылымы достар. Родри Манчестер Ситимен осы маусымда 31 ойынға қатысқан, және де 1 гол соғып 7 голдық пас беріп үлгерген екен достар. Ал достар, Бускес жайлы жаңалық шыққан екен. Родриді неге Барса алғысы келіп қалды? Бускес бар ғой деп отқан адамдар да бар шығар. Ендеше Бускестің жаңалықтарымен жалғастырамыз. Достар, Бускестің жаңалықтарына келсек, жазда Барсамен келісімшарт өз мәресіне жетеді, еркін агентке айланады достар. Осы мүмкіндікті жіберіп алғысы келмеген Сауд Арабияның Ал Наср командасы осы бастан Бускеске жақсы келісімшарт ұсынып жатыр екен, жылына 20 миллион еуро жалақы достар. Достар, тонау басталып кеткен тәрізді. Манчестер Ситидің жартылай қорғаушысы, шабуылшысы Бернардо Силваны ПСЖ өз қатарларына нақты қосып алғысы келетінін жеткізген, және қазіргі таңдағы Ситидің жағдайына қарайтын болсақ, Силва ПСЖ-ға өтіп кетуі әбден мүмкін достар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Өз ойыңды комментарийге жазып кет. АС басылымының айтуынша, Манчестер Юнайтед жазғы трансферлік терезе кезінде 3 бірдей ойыншысын сатып, үстіне ақша қосып 4 бірдей шабуылшы алғысы келетінін жеткізген екен достар. Сол басылымның айтуына қарағанда, Манчестер Юнайтед өзі алғысы келген 4 шабуылшының екеуінің нақты есімін айтқан екен, Харри Кейн және Осимхен достар. Басқа осы 2 шабуылшыны алып келетін болса, енді Манчестер Юнайтед АПЛ-да теңсіз болайнақ деп тұр. Қазіргі Манчестер Сити, анау Ливерпул, анау Челсилардың жағдайын көріп жатырсыздар. Шабуылда Рашфорд, Харри Кейн, ойбай Осимхен болатын болса, енді басқа командалар мама дейтін тәрізді достар. Арсеналды айтуларыңыз мүмкін. Арсенал мықты, күшті, жас команда, бірақ олар ойыншы алып трансфер жасап жатқан жоқ достар. Ал достар, біздің жаңалықтар тіптен қыза түспек деп өте қызықты болып бара жатыр. Достар, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңдар, біз жалғастырамыз. Испан басылымының айтуына қарағанда, Бенземаның жеке ойынға дайындайтын жаттықтырушысы өзінің шәкіртінің осы маусымдағы жарақаттарына байланысты пікірлерін білдірген екен достар. Пікірлері мынадай. Педро айтады, Бензема өте мінезді, өте табанды, өте шыдамды, өте қайсар, мықты, еңбекқор жігіт дейді. Реал Мадрид Бенземаны қайтқаннан кейін бірден ойынға шығарып қателік жасады дейді достар. Себебі Бензема әлем чемпионатынан жарақатпен қайтқан болатын, және Педроның айтуынша кемінде 1 ай, 2 ай демалту керек еді дейді Бенземаны. Ал достар, менің ойымша Бенземаны да 1-2 ай демалту керек еді. Себебі достар, Реал Мадрид Бенземаны кәдімгі есек орын істетіп кеткен тәрізді. Сен гол салуың керексің, сен алаңға шығуың керексің, сен жеңіске жетелеуің керексің. Не болды, жасы 35-тен асқан ойыншы қайта жарақат алып тынды достар. Естеріңізде болса, алдыңғы шығарылымда Бензема жарақаттарына байланысты клубтар арасындағы әлем чемпионатын өткізіп алатынын айтқан болатынмын достар. Бензема жарақат алды. Достар, біз бүгінгі шығарылымды аяқтамас бұрын тағы бір мәрте айтып кетейік, қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар. Ендеше біз әрмен қарай жалғастырамыз. Ал достар, бүгінгі шығарылымның ең соңында да жеттік. Реал Мадридтің жаңалықтары, Реал Мадридтің төзімі таусылған тәрізді. Карло Анчелотти орнынан босатуы мүмкін. Осы жайында айтамыз, ендеше кеттік. Испания басылымының айтуына қарағанда, Реал басшылығы Реал Мадридтің соңғы ойындарынан өте көңілдері қалған және өте ашулы деп хабарлайды. Реал суперкубокта Барсаға ұттырғаннан кейін Перес қатты ашуланған болатын. Және кешегі Майоркаға ұттырған ойыннан кейін Перес Карлоны шақырып алып, енді саған соңғы мүмкіндік береміз. Клубтар арасындағы әлем чемпионатында жақсы нәтиже болмаса, сен өз орныңды босатуың керексің деп нақты хабарлады дейді испан басылымы. Ал достар, Манчестер Сити өздерінің ойыншысымен кездесіп нақты сұхбатта болған екен, және өздерінің ешқандай қағида бұзбағанын, алдағы уақытта бәрі жақсы болатын, сендер тек ойынға нақты назарларыңды аударыңдар, бізде бәрі дұрыс, бізде бәрі жақсы, бәрі шынайы, сендер еш уайымдамаңдар деп нақты сөздерін айтқан екен ойыншыларына. Алдағы уақытта Манчестер Ситимен қандай жағдайлар орын алады, барлығын біздің каналда бізбен бірге біздер болып бірге нақты білетін боламыз достар. Сол үшін каналдан алыстамай, қоңырау түймешені тағы да басып, комментарий жазып, лайктеріңізді аямай жүрсеңіздер болады. Біз осымен бүгінгі шығарылымды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.